Қара күйе қалай пайда болған? Мұхаммед пайғамбар заманында ағайынды екі жігіт өмір сүріпті. Өздері ішер асқа киер киімге жарамаған жарлы екен. Бірақ пайғамбардың қасынан қалмай, оның ақыл кеңесін тыңдауға құштар болыпты. Тақуалық пен тағатқа ден қойып, жұрттың назарына ілінеді. Бір күні пайғамбар екеуіне екі қара қой тарту етіп, берекелерің артып, несібелерің көбейсін деп шын ниетімен бата береді. Ағайынды екеуі қуанып, қойды үйлеріне алып кетеді. Пайғамбардың қолы тиген қойларға құт дариды. Қанша сауса да сүті таусылмайды. Жүнін қырықса қайтадан тез өсіп шығады. Екеуі асқа жарып, тұрмыстарын түзеп алыпты. Сөйтіп жүргенде көңілдеріне құрт түсіп, байлықты аңсапты. Дүниеге деген құмарлықтары асқына берді. Пайғамбардың алдына барып, «Уа Алланың елшісі, сізге бір қолқамыз бар. Құдайдан бізге байлық тілеп, бата беріңізші» деп жалынып қоймайды. Пайғамбар: «Бұл қолқаларың орынсыз. Екі қойдың сүті мен жүні сендерді аш-жалаңаш қылмайды. Барға қанағат, жоққа сабыр. Аңсап сайын береке деген. Мал көңілге жел бітіреді, көзге шел бітіреді. Мыңғыртып мал айдаған қарынбайды қара жердің жұтқанын естімеп пе едіңдер?» деп екеуін ынсапқа шақырады. Бірақ олар қиылып отырып алды. Әзіреті Оспанда, сәдуақаста төрт түлігі сай кісілер ғой. Қаншама жұрттың сауабын алды. Ашқа тамақ, жаяуға ат, жалаңашқа киім берді. Құдайдың ен дәулетінен бізде құр қалмайық. Бізге де Алла байлықта нәсіп етсе екен деп қоймады. Ақыры пайғамбар шарасыз күйде қолын жайып, «Я Алла, мына бауырларды бай, дәулетті қыл» деп бата берді. Пайғамбар дұғасы қабыл болып, ағайындылардың дәулеті тасып бай болды. Албасы көбейген сайын шаруада көбейеді. Шаруаға маталған сайын көңілдері кірлей берді. Ғапылдықтан жүректері қатайып, тәкаппарлығы өсіп, кедей-кепшікті елемеуге айналды. Пайғамбарға берген уәделерін ұмытты. Мұны сезген пайғамбар оларға бір серігін жіберді. Ол: «Мені сендерге Мұхаммед пайғамбар жіберді. Құдайдың берген дәулетін орнымен жұмсасын. Малдарынан зекет берсін» деп сәлем айтты, дейді. Сонда үлкені: «Бір-екі көтерім қой бердің деп сонша міндетсіне ме? Бұл мал мүлікті біз табанат, маңдай ақымызбен жинадық. Еңбекпен келген дәулетті тегін таратар жайымыз жоқ», деді. Зекетші болған жайды пайғамбарға айтты. Пайғамбар оған сенбей өзі келді. Барса, ағайындылар қойларын қырқып жатыр екен. Қойдың күзем жүні тау-тау болып үйіліп қалыпты. Пайғамбарды көрген кезде екеуі де сасып қалып сәлем берді. Өтірік мәймөңкелеп зекетшіге жала жапты. Біраздан соң ағасы мен інісі сыртқа шығып, қонақасыға қандай мал соямыз деп кеңесті. Сонда ағасы: «Өзіміз көбейтіп, өзіміз төлдеткен мал ғой. Қалай көзіміз қиып бауыздаймыз? Одан да бір мысық сойып алдына тартайық. Ненің еті екенін кім біліп жатыр?» деді. Інісі келсе кетті. Олар мысық сойып, соның етін асты. Пайғамбар алдына ас келгенде: «Я Алла, мына екеуінің арам пиғылдары болса, өзің әшкере қыл» деп дұға жасады. Сол-ақ екен, табақтағы ет мысық болып тіріліп, мияулап сыртқа жүгіріп шықты. Мұны көріп, жүздері күйген ағайындылар қалың жүннің арасына кіріп кетті. Ұлық Алла екі сараңды сол заматта қара күйеге айналдырып жіберді. Содан бері олардың ұрпақтары жарық дүниеге шықпай, қараңғы жерде жүннен тоқылған киім-кешек пен киіз текеметтерді азық етіп күнелтеді екен.